Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз сіздерге елге еңбек сіңірген, қарапайымдылығымен де, қайсарлығымен де көпке үлгі болған тұлға Күләш Айтжанова туралы әңгімелемекпіз. Еңбек ері атанған бұл кісі маңдай терімен, адал еңбегімен биікке көтерілген жан. Оның өмір жолы табандылықтың, алға ұмтылған жігердің, өз ісіне деген шексіз құрметтің көрінісі. Қарапайым еңбекпен басталған өмір жолы ұрпаққа үлгі боларлық үлкен тарихқа айналады. Осы еңбекте сөз болған ардагердің ғұмыры төзімнің, адалдықтың, маңдай тердің және елге қызмет етудің айқын көрінісі. Оның жүріп өткен сара жолы бүгінгі буынға рух береді, ертеңгі ұрпаққа бағыт сілтейді. Ендеше мектебіміздің оқушысынан Күләш Айтжанова туралы не білетінін сұрап көрейік. Көркем, сен Күләш Айтжанова туралы не білесің? Ол кісіні кімден танисың? Күләш Айтжанова Қазақстанның социалистік еңбек ері атағын алған әйел адамдардың бірі. Қарапайым ауылдан шықса да көп адамдарға үлгі деп ойлаймын. Себебі ол ауыл шаруашылығы саласы, соның ішінде жүгері өндіру саласында өзінің зор үлесін қосқан адам. Сенің ойыңша Күләш Айтжанова апамыздың мұрасы неде? Менің ойымша Күләш Айтжанова апамыздың мұрасы еңбек адамына деген құрметі, ауыл шаруашылығына қосқан үлесі және жастарға қалдырған өнегесінде. Сонымен қатар еңбектің нағыз қадірін көрсеткен адам ретінде ел есінде мәңгі қалуы тиіс. Сөз кезегін еңбек ардагерімен сұхбат айдарына берейік. Сәлеметсіз бе, Күләш апа? Сізге қояр бірнеше сұрағым бар еді. Жастарға үлгі боларлық еңбек жолыңыз қалай басталды? Сәлеметсің бе, балам? Менің еңбек жолымды білгің келсе, менің еңбек жолым 16 жасымнан басталды. Біздің заманымыз қазіргі заманға ұқсамайды. О кезде бәрі қол күшімен істейтін ауқаттар. 16 жасымнан бастап қой қырықтым. Қой қырқу деген ол өте ауыр, былғаныш, ер азаматтар істейтін ауқат. Алғашқы жұмысым сол болды, 7-ші класты бітіргеннен кейін. Одан кейін жүгеріге. Міне жүгеріде істегеніме 47 жыл кетпен шаптым. Мені ешкім 47 жыл кетпен шапты деп айтам-айтпаймын, оны мен білмеймін. Бірақ еңбегімді бір Алла, екінші халқым бағалады. Оңай жұмыс емес. 70-80 айылменен адамдармен істеу деген. Оны қолмен сиректетеміз, қолмен шөптейміз. Енді үлкен алдымыздағы өзіміз қатарлы адамдар өсігінде біледі жұмыстың қалай екенін. Қазіргі заман басқа, жұмыстың жеңілдігі бәрі механизированный істеліп жатыр. О кезде сол жүгеріні өсіріп ел қатары болуым үшін 7 жыл трактор айдадым. Өйткені жаңағы механизированный звено болу керек деді. Сол кезде біз пенжімдегі бір жастардың бастамасыменен 7 жыл трактор айдап, обработкасының бәрін, жұмысының бәрін, трактормен механизированный істейтін жұмыстың бәрін, қол күшін бәрін өзім сол ұйымдастырудың арқасында істедім. Ол жұмыс деген оңай емес. Сол үшін әр азамат, әр адам өзінің қалаған жұмысын айдың 15-і қараңғы, 15 жарық дейді. Қараңғыдан қашпай, жарықта жүрмекен деп чалқымай, сол жұмыстың нәтижесіне шыдап шығарса еңбегің жанады. Бүгінгі жас буынның бойынан қандай қасиеттерді көруіңіз келеді? Жастарға қандай өмірлік кеңес берер едіңіз? Бұл еңбек жолы, жастарға айтарым жаным. Қандай жұмыс болсын, қиындығынан қашпаңдар. Жұмыстың қиындығы жоқ, тек қана соның көзін тауып істеу керек. Қай уақытта болса да. Білімді, білікті, қазіргі заманда көздерің ашық, көкіректерің ояу. Сол үшін адал еңбек ет, өтірік айтпа, біреуді алдама, біреудің ақысын жеме. Міне мен сондай небір елгектерден, небір сыннан өтіп, 32 жасымда мен кеудеме жұлдыз тақтым. Қазір 32 жасындағы бала, енді артық айтпайын, ұйықтап та жатыр. 32 жаста жұлдыз алу деген ол оңай емес. Сол жұлдыздың кір келтірмес үшін жаңағы айтып отырым, 7 жыл механизер трактор айдадым деп. Тракторды айдадым,
суды да ұстадым. Ал енді сендерге айтарым, қандай жұмыс болсын жалықпаңдар. Білімді, білікті азамат болыңдар. Мына Қазақстанның бар іргетасы мықты болсын. Қазақстан көк байрақ желбіреп, соның астында аман есен еңбек етіп, адал еңбектеріңді елдің алдында құрметке бөленіп жүре берсеңдер болды. Сендер деген біздің болашағымызсыңдар. Сол үшін жастарға көп нәрсені жастардан күтіп отырмыз. Аман болыңдар. Қай вақта болсын балам, еңбегің жансын, аман бол, дендерің сау болсын. Еңбекпен шыңдалған әрбір күн, қоғамға қосқан әрбір үлес тарихтың алтын парақтарына жазылған ізгілікті іс. Ардагердің өнегелі өмірі бізге бір нәрсені дәлелдейді. Елге ең үлкен қызмет өз ісіне адал болу, айналаға жақсылық қалдыру. Бүгінде өмір жолы кейінгі жасқа сапалы сабақ. Ал артында қалған парасатты ісі мақтаныш. Қарапайым адамның үлкен тарихы осылайша дәуірлер арасында жалғасып, өшпес өнеге болып қала береді. Күләш Айтжанова апамызға ұйымшылдықтың, еңбекқорлықтың, төзімділіктің үлгісі болған үшін алғыс айтамыз. Әрбір сөзі болашақ ұрпаққа аманат, өмірлік сабақ. Еңбек ардагерлерін қадірлейік, олардың жолын жалғайық.